Бүгін АНПЗ аумағында мониторингтік жұмыстар қызметін атқарудамыз. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты АНПЗ-дың санитарлық қорғау аймағын белгілеу және ондағы зиянды шығарындылардың мөлшерін анықтау болып табылады. Жұмыстың барысында екі группа тәулік бойынша қызмет атқарады. Біз қазір Т71 нүктесінде мониторинг жұмыстар қызметін атқарудамыз. Бұл жерде бізде ганг 4 құрылғыларымен тексеріп жатырмыз және аспиратор Q4 құрылғысы. Әріптесім қазір бұл жұмыстар бойынша мониторингтік акт толтыруда. Біз бұл жерде сонымен қатар отбордың басында, ортасында және аяғында метеорологиялық жағдайларды тіркейтін боламыз. Яғни ауаның температурасы, ауаның ылғалдылығы, ауаның қысымы және желдің бағыты, желдің жылдамдығы деген нәрселер міндетті түрде мониторингтік актке тіркеледі. Сондай-ақ бізде әр измерение алу жұмыстары 20 минутқа созылады.